Өнердегі ұлттық болмыс. Әнші Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері Сәкен Майғазиев Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің студенттеріне дәріс оқыды. Мазмұнды шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған. Кездесуде сахна саңлағы қазақтың төл өнерін ұлықтау, өскелең ұрпақты елжандылыққа баулу тақырыбында ой өрбітті. Өңірдегі іргелі оқу орнында қоғамдық дәріс жобасы жүйелі түрде жалғасын тауып келеді. Әр салада толағай табысқа кенелген танымал тұлғалар ұлттық құндылықтарды насихаттау және жетістікке жету жолдарын баяндайды. Шараның кезекті кейіпкері әнші Сәкен Майғазиев кез келген биік белесті бағындыруда ең алдымен бірлік пен ынтымақ керектігін тілге тиек етті. Қазақ айтады ғой, досыңды көрсет, кім екеніңді айтайын деп. Сол орайда досы қандай, ортасы қандай, ол адам сондай. Орталарыңызды айқындап алыңыздар. Кім болам деген ниетпен бір адамды идеал тұту керек. Мәселен, менің идеалым Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаев. Мәселен, менің идеалым менің әкем. Менің әкем марқұм өмірімде маған айтқан емес, бала мынаны ұрлама, мынаны былай істеме деп маған айтқан емес. Ол көрсетті. Әйгілі әнші бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу жолында телеарналардың жұмысына мән берілуі қажеттігін айтады. Қара пиар үшін бағдарламаларда жасалатын жөнсіз әрекеттер бала психологиясына кері әсерін тигізеді. Сондықтан керісінше жастарға рухани азық болар тележобаларды көбейту керек дейді ол. Ұлттық тәрбие, ұлттық құндылық, қазіргі жастарымыздың ортасы немесе олардың қай бағытта өмір сүруі керек, және де Қазақстан, именно қазақ жастары қандай болу керек деген жерде ұлттық тәрбие жайында көптеген сөздер айтылып жатыр, көптеген мағыналы әңгімелер болып жатыр. Бұндағы біздің нақты ұғатынымыз нағыз қазақы тәрбиені алған қазақ жастары, Қазақстан жастары болашақта елімізге пайдасын тигізетін беделді азамат болуына көптеген өзінің септігін тигізіп жатыр деп айта аламын. Тағылымды шараға танымал өнерпаз өзінің шәкірттерінен құралған Mozart Live тобында ерте келді. Дәрістен соң студенттер әншілерге сауалдарын қойып пікір алмасты. Еркебұлан Самадияр, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.